Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу пәні бойынша жыл мезгілдері деген тақырыпты өтеміз. Сабақтың мақсаты сөздік қорларын, өзін қоршаған орта туралы ойын жеткізе білу қабілеттерін дамыту. Сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. Жазда гүлдер тереміз, қыста шаңғы тебеміз, күзде еккен егіндей көктемде өсіп өнеміз. Ал енді балалар, мұнда ненің суреті бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар балалар, жыл мезгілдерінің. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жыл мезгілдері. Оқушылар, енді жаңа тақырыпқа назар аударайық. Жылдың 4 мезгілі бар: қыс, көктем, жаз және де күз. Жылдың ең суық мезгілі қыс. Қыста көптеген елдерде қатты аяз болады. Қар жауып, өзендер мен көлдер мұзға айналады. Талдардан жапырақтар болмайды. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кейбір жануарлардың жүндері қалыңдайды. Ал кейбір жануарлар қысқы ұйқыға кетеді. Мысалға, аю. Адамдар жылы киімдерін киеді: бас киім, қолқап, күртке, ботинка немесе етіктерін. Балалар аққала жасайды. Шанамен ойнап, конький тебеді және де шаңғы тебеді. Қыстан соң көктем келеді. Көктемде қарлар ериді. Талдар бүршік атып, жерде жасыл шөп өседі. Дала құдды бір жасыл кілем төселгендей. Жер гүлдейді. Көктемде құстар ұшып келеді. Ұя салып жұмыртқалайды. Жануарлар төлдейді. Адамдар көктемде егін егеді. Мысалға, жемістер мен көкөністер егеді. Адамдар көктемде табиғат аясында жиі шығады. Балалар ойын ойнап, батпырауық ұшырып, бір-бірімен доп ойнайды. Көктемнен соң жаз келеді. Бұл мезгілде күн ыстық болады. Күн ұзарып, түн қысқарады. Адамдар жеңіл киімдерін киеді. Шолақ шалбар, көйлек, шәркей, купальник киеді. Балалар құммен ойнайды, велосипед тебеді. Бұл мезгілде жемістер піседі: шие, итмұрын, құлпынай, шабдалы. Жазда оқушылар демалысқа шығады. Мектепке бармайды. Ал көбіне ата-аналар ақылы демалысқа шығады. Сол себепті отбасылар жағажайларға барып, күн аясында демалады. Жаздан соң күз келеді. Күзде жапырақтар сарғайып, жерге түседі. Күн қысқарып, түн ұзарады. Орманда саңырауқұлақтар көбейеді. Бұл мезгілде жаңбыр жауып, шалшық болады. Сол себепті адамдар өздерімен қол шатырын алып, резеңке етіктер киеді. Күзде оқушылар мектепке барады. Бұл мезгілде адамдар мол өнім жинайды. Жануарлар қыстық азығын жинап, құстар жылы жаққа ұшады. Ал енді балалар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: қандай жыл мезгілдері бар? Әр жыл мезгілде қандай маусымдық өзгерістер болады? Әңгімелейік. Екінші тапсырма: көктем мезгіліне тән құбылыстар тап, белгіле. Осы мезгілдегі өзгерістер туралы әңгімеле. Үшінші тапсырма: балалар, жылдың қай мезгіліне сай киінген? Сәйкестендір.
ал енді балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсіндік десеңдер жасыл, жартылай түсіндік десеңдер сары, сабақты мүлде түсінбедік десеңдер қызыл түсті жіберіңдер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.